Қайырлы күн достар, пайдаларына каналына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Бүгін біз сіздермен өте дәмді үлпілдек круассандар пісіреміз. Артық жұмысты қажет етпейтін, өте тез дайындалатын круассандар. Алдымен қамырымызды жұқалап жайып аламыз, қатты баспаймыз. Кішкене көлемдегі өзіңізге ыңғайлы 3 бұрышты пішіндер жасаймыз. Круассанның ортасына өзіңіздің қалауыңызға қарай тосапты немесе бананның нутелла және де шоколад салуға болады. Бүгін мен круассанды шоколадпен жасайтын боламын. Шоколадты ұсақ бөліктерге бөліп, круассанның ортасына орналастырамыз. Видеодағыдай екі шетін бүгіп, шоколадымыз еріген кезде ағып кетпейтіндей жақсылап ораймыз. Круассандарды 50 градуста қызып тұрған пешке алдымен 20 минутқа салып аламыз. Содан кейін шығарып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, тағы да 20-30 минутқа 200 градуста пісіріп аламыз. Бетіне аздап қана қант ұнтағын сеуіп әрлеуге болады. Осымен біздің өте нәзік және үлпілдек круассандарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Назарларыңызға көп рахмет достар.